Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 56-шы сабақ. Тақырыбымыз үш таңбалы сандарға бөлу алгоритмі. Бүгінгі сабақта үш таңбалы сандарды бөлуді үйренетін боламыз. Бірінші тапсырма: есепте жауаптарды өсу ретімен жазсаң, сен мәдени мұралардың қайда сақталатынын білетін боласың. Бізде берілген 52.070-ті көбейтеміз 12-ге. Бізде болады 624.840, бұл Е. 53.080 көбейтілген 18, 955.440 болады И. 842.751 бөлеміз 27-ге, 31.213 бұл З. Және 326 көбейтеміз 23, 7498 У. 4025 бөлеміз 23, 175 М. Яғни өсу ретімен жазсақ 175 М, 7438 У, 31213 З, 624840 Е, 955440 И. Яғни музей деген сөз шығады екен. Бірінші, бөлу кезіндегі пайымдау алгоритмін толықтыр дейді. Яғни бізде 45156-ны 213-ке бөлеміз. 451-ден аламыз, 213, 451-дің ішінде 2 рет кездеседі. Тексереміз: 2-ге 3, 6, 2-ге 1, 2, 2-ге 2, 4. 451-ден 426-ны азайтамыз, 25 қалады. 5-ті әкелеміз, 255-дің ішінде 213 1 рет кездеседі. 213-ті азайтамыз, 42 қалады. 42-ның қасына соңғы 6-ны алып келеміз. 426-ның ішінде 213 2 рет кездеседі. 2-ге көбейтеміз, 426, 426-тан 426-ны азайтамыз, 0 болады. Екінші есеп: түсіндіре отырып есепте бізде бөлуге берілген есептер: 68.040-ты бөлеміз 216-ға, 59.392-ні бөлеміз 512-ге, 46.305-ті 147-ге бөлеміз. Баған түрінде есептейміз. Бірінші, 68.040-ты бөлгенде 680-нен 680 ішінде 216 неше рет кездеседі? 3 рет кездеседі. 3-ті 6-ға көбейтеміз, 18, 1 ойда. 3-ті 3-ке көбейтеміз, 3 ойдағымен 4, 3-ті 2-ге көбейтеміз, 6. Яғни 680-нен 648 азайтамыз. 32 қалады. 4-ті әкелеміз, 424-дің ішінде 216 1 рет кездеседі, 324-дің ішінде. Сонда бізде 324-тен 216-ны азайтқанда 108 қалады. 108-ге 0-ді әкелеміз, 108.080-ның ішінде 216 5 рет кездеседі. 5-ті 216-ға көбейтеміз, 1080 болады. 1080-нен 1080-ді азайтамыз, сонда 0-ге тең болады. Қалған есептерді де дәл осы түрде шығарасыздар. Үшінші есепте дұрыстығын тексер, тура теңсіздіктер құр дейді. Яғни бізде берілген 79.496 бөлінген 152 тең болады 523-ге. Оны көбейтеміз, 523-ті 152-ге көбейтеміз, сонда болады 79.496. 113.122-ні бөлеміз 347-ге, 326 болады. Оны тексеру мақсатында 347-ні 326-ға көбейтеміз, 113.122 болады. Үшіншісі, 264.410-ді бөлеміз 386-ға, 685 болады. 685-ті 386-ға көбейтеміз, 264.410 болады екен. Яғни 523 кіші 326 кіші 685-тен болады екен. Төртінші есеп: есептің шартын сұрақпен толықтырып, оны шығар. Туристік бағдардың ұзындығы 480 километр. Туристер автокөлікпен жүруге шешім қабылдады. Олар 85 км сағат жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Яғни бізде S белгілі, 480 км, В жылдамдық 85 км сағат, уақыт 2 сағат. S қалғаны белгісіз. S1 В көбейту Т, жылдамдық пен уақытты көбейтеміз, 170 км 2 сағатына.
с қалғанын табу үшін с-тан азайтамыз с1-ді. 480 азайтамыз 170-ті 310 километр қалған екен жауабы. Бесінші есеп. Есепті шығар. Музейге 550 теңгеден 48 балалар билеті сатып алынды. Есептесу үшін ішінде 50 мың теңгесі бар банк картасы ұсынылды. Содан соң әр балаға 500 теңгеден кәдесый сатып алу керек болды. Карточкада қалған ақша кәдесыйлар сатып алуға жете ме? Яғни бізде банк картасында 50 мың теңге, 48 билет 550 теңгеден, кәдесый 500 теңгеден 48 адамға жетуі керек. Яғни 550-ді көбейтеміз 48-ге, 26.400 теңге билет кеткен, 50 мыңнан азайтамыз 26.400-ді 23.600 теңге, қалған ақша 23.600-ді бөлеміз 500-ге 47, яғни 100 теңге қалады. 47-ден кіші 48. 47 кіші 48-ден. Карточкадағы ақша кәдесый алуға жетпейді. Тағы 400 теңге керек екен. 6-шы есеп. Амалдар бойынша жаз және есепте. Бізде берілген 13440 бөлеміз 32 бөлеміз 7-ге қосамыз 7 көбейту 123-ке. Яғни бізде бірінші амал 13440-ты бөлеміз 32 420, 420-ны бөлеміз 7-ге 60, 7-ні көбейтеміз 123-ке 861, 60-ты қосамыз 861-ге 921. Яғни бізде амалымыз 921-ге тең болады екен. Дәл осы түрде екіншісі бізде жақшан ішінде 1638 бөлеміз 39, қосамыз 13284-ті бөлеміз 36-ға, жақша жабылады, бөлеміз 1-ге. Бізде тең болады 411-ге. Үшіншісі 509 көбейтілген 603, азайтамыз 999.999-ды бөлеміз 11-ге, қосамыз 3982. Тең болады, бізде 220 мыңға тең болады екен. Төртіншісі 90.050-ді азайтамыз 219 көбейтеміз 380, қосамыз 190, бөлеміз 90-ға, тең болады 78-ге. Жақшан ішінде 302.281 азайтамыз 12649, жақша жабылады, бөлеміз 48, қосамыз 3966-ға, тең болады 10 мыңға. Одан кейін бізде жақшан ішінде 21 мың азайтамыз 308, көбейтеміз 29, жақшан жабамыз, бөлеміз 4, қосылған 14147 бөлу 47, тең болады 3318-ге. Жетінші есеп. Өрнек бойынша есеп құрастыр. Бізде 98 мың азайтылған, 308 көбейту 41. Болды 98 теңге, 41 рет 308 теңгеден қалды белгісіз. 308-ді көбейтеміз 41-ге, 12628, 98 мыңнан азайтамыз 12628-ді. Бізде 85372 теңге қалады екен. 8-ші есеп. Тапсырманы орында. Нұр-Сұлтан қаласында қандай музей бар екенін анықта. Кіру билетінің бағасын нақтыла, сол мәліметтерді пайдаланып есеп құрастыр. Яғни бізде Нұр-Сұлтан қаласында Сәкен Сейфуллин, Қазақстан Республикасының тұңғыш президентінің атындағы мұражай бар, Қазақстанның ұлттық мұражайы бар, бейбітшілік және келісім сарайы бар екен. Енді Сәкен Сейфуллин мұражайы ересектер билеті 300 теңге, балалар билеті 100 теңге. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті мұражайы билеті бағасы тегін. Қазақстанның ұлттық мұражайы билет бағасы ересектерге 700 теңге, балаларға 300 теңге. Бейбітшілік және келісім сарайы билеті бағасы ересектерге 600 теңге, балаларға 400 теңге. Демалыс күні 3А сыныбы сынып жетекшісімен Сәкен Сейфуллин мұражайына барды. Музейде билет бағасы балаларға 100 теңге, ересектерге 300 теңге. Егер сыныпта 25 оқушы болса, онда барлық билетке қанша ақша жұмсалады? 300-ді қосамыз 100-ге, көбейтеміз 25-ге. 2800 теңге барлығы жұмсалады екен. 9-ші есеп. Периметр мен ауданын тап.
Қабырғалардың ұзындығы 25 мм болатын шаршысыз. Яғни шаршы дегеніміз барлық қабырғалары тең. Төртбұрышы А 25 мм, периметр белгісіз, ауданы белгісіз. Периметрін табу үшін 4-ті көбейтеміз А-ға. Яғни 4-ті көбейтеміз 25-ке 100 мм. С-ті табу үшін А көбейтеміз А. 25-ті 25-ке көбейтеміз 625 мм квадратқа тең екен. Периметр 100 метр, ауданы 625 мм квадратқа тең екен. 100 мм периметрі. Екіншісі әсі ұзындығы 30 мм, ені 55 мм болатын тік төртбұрыш сыз дейді. Бізде А ұзындығы 30 мм, ені 55 мм, С белгісіз миллиметр квадрат, П, яғни периметрі белгісіз. П-ны табу үшін 2 көбейтеміз. А қосылған В, ұзындығы мен ені қосып, 2-ге көбейтеміз. Сонда 170 мм. С-ті табу үшін А мен В-ны көбейтеміз. 30-ға 55-ті көбейтеміз, 1650 мм квадрат. Периметрі 170 мм, ауданы 1650 мм квадратқа тең екен. 10-шы есеп. Егер текшелердің қабырғасы 6 см болса, берілген фигуралардың көлемі қанша болады? Бізде А 6 см, N 23 текше саны, В белгісіз. В1 табу үшін А көбейтеміз, Аның кубы. В1 6-ны көбейтеміз өзіне, Аның 6-ның кубы 216 см куб, 1 текше. В тең В1 көбейтеміз N. В тең 216 көбейтеміз 23-ке 4968 см кубқа тең екен. Фигураның ауданының көлемі, яғни 4968 см кубқа тең екен. Екіншісі бізде А 6 см, N 12 текше саны, В белгісіз. Дәл осы түрде шығарамыз. Алдыңғы А есебіндей. Бізде фигураның көлемі 2592 см кубқа тең екен. 11-ші есеп. Есептеп дұрыстығын тексер. Бізде 39.445-ті бөлеміз 245-ке, 372.384-ті бөлеміз 432-ге және 116.736-ны бөлеміз 256-ға. Бізде баған түрінде шығарып, есепті тексереміз. Тексеру үшін көбейту арқылы тексеретін едіге.